Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala istеп жатқан барлық жақсы амалдарымызды қабыл етсін, біліп білмей істеген бүкіл күнәларымызды өзі кешірген болсын. Қадірлі жамағат, бүгінгі біздің тақырыбымыз мұсылман адамның басына келген бәле жалаларда, күтпеген апаттарда, жер сілкінісінде, су тасқындарында не істеу керек, не істемеу керек, неге өте көп мән беру керек, неге мән бермеу керек деген тақырыптар бойынша ғұламаларымыздың сызып өткен 10 осы жерде заңы бар. Сол 10 заңға бағынатын болсақ егер, иншалла біз бүкіл бәле жаладан, күтпеген апаттардан қиыншылықсыз оңай жолмен құтылып шығып, иншалла жәннаттық болады екенбіз. Ғұламаларымыз бұл 10 нәрсенің біріншісін сақтық дейді. Сақтықта қорлық жоқ деген атам қазақ. Сақтық дегенде мұсылман адам қалай болу керек дегенде, мұсылман адам ғибадаттары түгел, шайтанның айласынан ұзақ, әке-шешесін құрметтейтін, ағайын туғандармен бірге болатын дейді. Сақтықтан мақсат қалай? Бізге Аллах Тағала денсаулықты аманат қылып берді. Егер де дейді ғұламаларымыз, бір мұсылман біліп тұрып, мана мұздай суды ішетін болсам, менің тамағым ауырады деп, сол уақыттың өзінде сол суды ішетін болса, бұл күнәһар болып қалады дейді. Себебі біліп тұрып өзінің дене мүшесіне зиян келтірген болып қалады екен. Біз шайтанның айласынан сақтануымыз үшін бірінші Құдайға жақын болып, ғибадатымыз түгел болу керек. Сол сияқты ауруға, сырқатқа ұзақ болу үшін бірінші деніміз сау болу керек. Деніміз сау болу үшін намазда қалай біз имамдарды, ғұламалардың пікірлерін, үкімдерін тыңдайтын болсақ, сол сияқты бәле жала келген уақытта врачтардың діні 5 уақыт намазы түгел дін докторларды тыңдағанымыз жөн екен. Себебі бұл қазіргі уақытта пандемия бұл 2020 жылы кіріп келген нәрсе емес. Пандемия 2020 жылы, яғни бәле жала, жұқпалы аурулар біздің ислам тарихында көп жерде көрілген. Бұның бірінші мысалы Хижреттің 6 жылы Мәдәин деген қалада Шурауей деген веба, яғни жұқпалы ауру болған. Ол уақытта да көптеген мұсылмандар қайтыс болған. Және де Хижреттің 18 жылы Хазіреті Өмар радиаллаху анхудың халифа болып тұрған кезінде Амуас деген жұқпалы веба ауру болған. Бұл жерде 25 мыңға жуық мұсылман қайтыс болған. Яғни ағайын, бізге пәле жала бұл тұрақты келеді. Пәле жала Аллах Тағаланың адам баласына берген имтиханы, сынағы болып саналады. Бұл сынақтан қай біріміз ұтып шығамыз, кей біріміз ұтылып қаламыз. Ұтқанымыз жәннатқа түсеміз, ұтылғанымыз тозаққа түсеміз. Соның үшін ағайын бірінші сақтануымыз керек.